Қайырлы күн, мен Динаны интернеттен алдынан шыға бергеннен кейін көргем ғой. Соны түскі асқа жасап көрейін дедім. Өстіп бағарына барып сосиска сатып келдім. Сосисканы микроволновкаға жылытып алдым да, сөйтіп картошканы жоғалап тұрадым. Өстіп жоғалып тұрап алдым. Дәл көргенімдей істедім интернетте. Осы қайта-қайта тиктоктан алдынан шыға бергеннен кейін жасап көрейінші. Көрінісі де әдемі екен деп жасап атқаным. Осылай жоғалып тұрап алдым. Иілгіш болады екен өзі картошка. Мен ойлаған едім, мындай үзіліп порт етіп сынып қалады ма деп. Жоқ, сынбады. Сосын сосискалар тұрап алдым да, сөйтіп спашкиге тықтым. Бәрін тығытып әдемілеп алдым. Көрінісі күшті болады екен, енді ерекше болады екен. Солай жасап көрдім. Біріншісінде қорқып майға қатты шашырайды екен, енді май. Ана қатты қызып кетті ма майым. Бірақ дәмі өте керемет болып жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Дәл айтқандай тез жасалынады екен. Действительно 10 минутта дайын болды. Түскі асқа балдарға бердім. Олар да қуана жеп алды. Бізге ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер міндетті түрде. Міне дайын болған түрі. Болған кішкене майонез себем дегенде мындай қайшы мен қырқсамда үлкен болып кетті, ал кетчуптікі күшті болды. Негізі сырный соуспен жеген, сырный соус таппадым. Балдар мырза болды.